Ассалаумағалейкум достар. Мына қазақта бір мақал бар ғой, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Өмірзақ Чөкеев мырза, облыс әкімі және жол қатынастар бөлімінің басшысы Арман мырза, сіздер айттыңыздар, уәде бердіңіздер ме? Уәделеріңізді орындаңыздар. Мына Жолымбек, Мәдениет және де бір 10 шақты көше освещениесі әлі жарық қосылмаған. Өмірзақ Чөкеев мырза және Арман мырза, сіздер маған жауап қайтардыңыздар әлеуметтік желі арқылы. 2022-нің 1 январдан бастап жарықтандырамыз деп айттыңыздар. Алайда қазіргі таңда әлі ешқандай нәтиже жоқ. Мен 2021-дің ноябрь айында сіздерге жазбаша түрде берген болуым керек. Қателеспесем, ноябрь айында болу керек. Сол кезде январдың 1-нен бастап жарықтандырамыз деп айттыңыздар. Қазір маған сенбесеңіздер, жауаптарын көрсетем. Жұмыс істеңіздер, соған бір нәтиже шығарыңыздар. Азанғы уақытта қараңғы және қайтар уақытта мектеп оқушылары қорқып қайтады. Айттыңыздар ма? Уәде бердіңіздер ма? Орындаңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.